Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Бекзат каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге алма мен абрикостан жасалатын компотты әзірлейтін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бүгін мендегі алма ағашынан өскен, домашний үй жағдайындағы алма және де оған қоса өрікті таңдадым. Сондықтан өздеріңіздің шамаларыңызға қарай қоссаңыздар болады. Ол алманы жуып және де бөлшектерге бөліп бәрін дайындап алдым және де банкының барлығын буға қайнаттым. Одан кейін әрбір банкіге барлығын теңдей бөліп салып шықтым алманы және де өрікті де 4-5 штуктан үстінен қосып шықтым. Неге? Мен бұл әдіспен негізі жылда жабамын. 3 литрге 300 грамм қант қосамын. Банкымыз 2 литр болса 200 грамм қант қосуға болады. Одан кейін осының үстіне шай қасықтың ұшымен лимонный кислота қосып шығамын. Бұл лимонный кислота негізі компоттың бұршып, ашып кетпеуіне, жақсы сақталуына көмектеседі. Сондықтан мен қасықтың ұшымен осылай қосып шығамын. Содан кейін қайнап тұрған суды банкіге құйып, сразу бірден жауып тастайтын боламын. Оны қайтадан төгіп, қайнатып жатпаймын. Бір құйғаннан жауып тастаймын. Мен жылда осы әдіспен банкілерді жауып жүрмін, компоттарды. Сіздер де осы әдіспен жауып көріңіздер. Және де закрывашканың көмегімен осылай жабатын боламын. Неге екінші қайтара тағы да жауып шықтым. Аузы, крышкасы, яғни жақсылап жабылуы керек. Сол кезде банкі да жақсы сақталады. Енді одан кейін банкымызды сүртіп, және де қолдың көмегімен осылай айналдырып, қанты жақсы еру үшін, одан кейін крышканың аузын қолмен тексереміз. Ешқандай су не кетіп тұрған жоқ па? Одан кейін екінші банкіні дәл осылай үстіне қайнап тұрған суды құйып, дәл жаңағыдай жабатын боламын. Бұл ең оңай әдіс. Сондықтан сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Ешқандай да қиындығы жоқ. Дәл осылай барлық компотты жауып аласыздар. Неге мен закрывашканың көмегімен 2 қайтара жауып шықтым және де банкіні осылай айналдырып, аузын тексердім. Енді оны төңкеріп, бетін жылы плитпен немесе одеялмен жауып, 1 суткіге қойып қоямыз. Одан кейін біздің компотымыз дайын болды. Қысқа сақтап қоюға болады. Менің видеом ұнап жатса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.